Ассалаумағалейкум ағайындар. YouTube желісінің көрермендері, бүгінгі видеомыз жеміс ағаштарына өсімдіктерге өте пайдалы, универсал, тыңайтқыш және де жапырақтан азықтандыру жайлы айтатын боламыз достар. Одан алдын сіздер Жомарт Бау-бақша каналының подписация бөліміне өтіп, каналға тіркеліңіздер достар. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Видео ұнаса соңында бір лайк баса кетіңіздер. Қолдау білдіріп отырыңыздар ағайындар. Енді бүгінгі айтайын деп отырған қоспамыз өсімдіктерге, жеміс ағаштарына өте пайдалы. Ол үш тарапынан әсер етеді. Біріншіден, жеміс ағаштарының гүлдеуіне және жемістерінің жақсы болып тиюіне және сапалы болуына көмектеседі. Екіншіден, жеміс ағаштарының денесіне, мына жапырақтарына, олардың жақсы үлкен болып, жап-жасыл болып өсуіне көмектеседі. Үшіншіден, жеміс ағаштарына жаңағы зиянкестерден қорғауға және аурулардың алдын алуға да көмектеседі достар. Енді бұл өте жақсы қоспа деп айтып жатырмыз. Енді оның құрамына қосылатын заттарды айта кетейін достар. Борная кислота 1,5 грамм, йод 1 чай қасық, марганцовка 1 грамм, сосын мына карбамид мочевина деп жатырмыз 7-10 грамм, және де сүт 200-250 грамм жобасында қосамыз достар. Енді бұл қоспамызды дайындаймыз. Оған енді 10 литр су, жылы су болу керек достар. Жылы суда енді мына ішіне қосатын препараттарымыз жылы суда енді жақсы әсер етеді. Салқын су болмайды, жылы су болу керек 10 литр мінекей. Енді бұған жаңа айтқанымыздай борная кислота. Мынау енді спрейстің несін кесіп алдық, енді поста граммдар көрініп тұр. Соған қарап өзінің нормасымен қосуымыз керек. Өзінің нормасынан артық қосуға болмайды. 1-1,5 грамм деген борная кислотаны жайлап шашып қосамыз достар мінекей. Жылы суға араластырып береміз. Бұл борная кислотаның енді пайдалы жақтарын айта кететін болсақ, борная кислота енді мына жеміс ағаштарының гүлдерінің, жемістерінің жақсы болып тиюіне, сапалы болып жерге түсіп қалмауына қамтамасыз етуіне өте жақсы көмегі тиеді. Екінші, йод. Йодты 1 чай қасық жобасында қосамыз. Мінекей йодты 1 чай қасық жобасында. Енді йодты бәріңіз білесіз, йод элементі өсімдіктерге бұл да өте керекті. Және де бұл йод витамин болуымен бірге өсімдіктерге антисептик есебінде ауруларға жаңағыдай зиянкестерден жоқ қылуға да көмектеседі. Өздеріңіз білесіз енді йодтың қандай екенін. Одан кейін қосатынымыз енді карбамид мочевида. Бұл енді 7-10 грамм дедік енді. Үлкен чай қасықтың, үлкен қасықтың біреуін салсаң да болады. Енді мына 10 грамм болу үшін енді мынадан бір үшеуін қосып көрсетеміз. Карбамид мочевиданы оның құрамында азот болады. Бұл азот енді жеміс ағаштары үшін өте керекті. Неге азоттың өзін қоспадыңыз деп сұрайтын болсаңдар достар, енді азот бұл енді мына жапырақтарға азотты тікелей себуге болмайды, себебі күйдіріп жіберуі мүмкін. Енді карбамид бұл мына өсімдіктің жапырақтарына өте жұмсақтау әсер етеді, күйдірмейді. Оның үшін карбамид мочевиданы қосамыз. Ендігі қосатынымыз марганцовка. Оны білесіңіз достар, марганцовка бұл марганец элементі. Марганец элементі де өсімдіктер үшін өте қажет элементтердің бірі. Және де марганцовканы да білесіңіз, ол да енді жеміс ағаштарына жаңағыдай антисептик есебінде зиянкестерді жоқ қылуға, жапырағындағы зиянкестерді және аурулардың алдын алуға марганцовканың өте пайдасы, өте жақсы әсері болады. Бәріңіз білесіз, енді марганцовканы қолданып жүргенді. 1 грамм марганцовка 10 литр суға араласамыз. Енді қосатынымыз 200-250 грамм сүт. Бұны да қосып жібереміз соған.
жақсылап араласамыз. Енді сүтте молочный кислота болады, өсімдіктерге өте қажетті. Сонымен бірге сүт мына қоспамызды мына өсімдіктерге, жеміс-ағаштарына шашқанда жапырақтарына көбірек жабысып тұруына, жабысқақтығына жақсы әсер етеді, пайдасы тиеді достар. Және де ол жағымды әсер етеді жеміс-ағаштарына. Сүтті енді өздеріңіз білесіңіз. Жабысқақтығын арттырады, қанша жапырақта көбірек тұрса, сонша жақсы әсер етеді. Және де жағымды болып әсер етеді жеміс-ағаштарына. Мінекей 5 сатты араластырып қоспамызды жасап дайындап алдық достар. Енді өздеріңіз білесіз, мына жеміс-ағаштарының өсімдіктердің бәріне біз тамырдан береміз. Енді ол тамыр арқылы бұл барлық мына жапырақтардың арғы жоғарғы бастарына дейін бәріне витаминдерді жеткізіп бере алмайды. Енді ол сол кездері мына жапырақтан да витаминдерді, тыңайтқыштарды жапырақтан да бере берсек, өте жақсы әсер етеді достар. Супер универсал қоспамыз дайын болды. Енді бұны қазір біз сізге шашып көрсетеміз. Мінекей достар, енді мынау жаңағы қоспамыз, универсал тыңайтқышымыз. Міне баклажкаға 5 литрлікке құйып алдық. Енді мынау алдыңға көрсеткен себетініміз, обскребатель осымен мына енді. Мынау кешегі видеомызда көрсеткен алмұрт ағашымыз, осыған сеуіп көрсетеміз. Енді алдында басқа жеміс-ағаштарға сеугенмін. Енді нәтижесі жақсы, өте әдемі болып өсіп жатыр. Осылай достар. Комментарияға 1-2 адамдар сұрақ қойып кеткен екен. Енді анық қандай зат қосасыңыз, анық көрсетіп, сеуіп анық көрсетіңіз деген. Енді солардың комментария жазғандарына да рахмет. Солардың сұраулары бойынша енді сеуіп көрсетейін деп жатыр. Енді алмұрт. Енді осыған мен мынандай себеміз. Осылай полный бәріне жақсылап орталарына, бәріне жапырақтарына сеуіп көрсетеміз достар. Бұл енді сепкенде достар барынша кешкі уақытта сеуген дұрыс болады. Сосын анда жел жоқ, тынық ауа райында кешкі уақытта сепкен дұрыс болады. Себебі мына жапырағында қанша уақыт, ұзақ уақыт тұрса, мысалға кешкі уақыт сепсеңіз, таңға дейін тұрса, өте жақсы болады. Жапырағында көп тұрған сайын енді ол әсері де жоғары бола береді. Енді күндіз сеусеңіз, мысалға тез кеуіп кетуі мүмкін, жел болса, енді ол желмен түсіп қалуы мүмкін деген сияқты. Кешке қарай тынық ауа райында сепсеңіз, әсері өте жоғары болады достар. Мінекей осындай қылып сеуіп бара бересіңіз, нәтижесі өте керемет болады. 3-4 күннен кейін байқайсыңыз. Енді 10 шақты күннен бір сеуіп тұрсаңыз болады осындай. Мінекей алмұрт ағашы бәріне сеудік достар. Осылай сеуе бересіңіз достар. Видео ұнаса бір лайк баса кетіңіздер. Каналға тіркеліңіздер достар. Аман сау болыңыздар.